Ассаламу-алейкум, мұсылмандарым. Мына надан дүмші имамдар халықты шіркке итеруді өздерінің ақмақтығыменен. Тұмар тағуды қазір қайтадан модыға кіргізіп жатыр. Тұмар дегеніміз бір Аллахқа шірк қосудың бірі болып саналады. Тұмарды Құранның аяттарын жазады, сосын оны ойлайды халық, білімсіз халық ойлайды оны. Егер біз бұл тұмарды тағып алсақ, немесе баламызға тағып берсек, бізді Алла тағала жамандықтың бәрінен қорғайды деп. Жоқ, қателесесіздер. Аллах сіздерді тұмармен ештеңеден қорғамайды. Құран деген ол жай кітапхана. Құран деген ол типографический краскаменен қағаз ғана. Құран оны оқыған кезде ғана күшіне кіреді. Сол кезде ғана Құранның қасиетін білесіздер. Ал енді бүкіл әлемді, бүкіл ғаламды жаратқан Субханаллах тағалаға жалбарынып, көмек сұрадың орнына қайдағы жоқ бір қағазбенен бояуға сеніп, содан көмек күту деген бұл нағыз шірк болып табылады. Сондықтан имамдарды тыңдамаңыздар. Имамдар айтады, ой, ана сахаба, мына сахаба осылай істеген, өткен, бүйткен деп. Оларға шатпа деңіздер. Сахабалардың бәрі білімді болған емес. Егер олар білімді болса, білім бірі өлтірмес еді. Сондықтан да тек бүкіл әлемді жаратқан жалғыз Аллахтан көмек сұраңыздар.